Бүгін бізде қонақта Дарын Мұбаров мырза. Егер Құранды өз тілінде оқуға тыйым салынатын болса, осындай үлкен ғалымдар оны өзге тілге не үшін аударады деген сұрақ. Етеккірге келмеген қызды ида мерзімі жайлы түсіндіріп бере аласыз ба? Ей, сендер неге бұлдыңға кіріп баратсыңдар? Бұл сендер соны ақиқатты ойлайсыңдар ма? Айша анамызға оған дейін сөз салып Эпштейн файл деген сияқты елдің бәрін шошытты. Жаңағы бұл нәрсе қазаққа өте жат нәрсе ғой. Мысалға бізде жет ата деген нәрсені сақтаймыз. Және олардың бір өте жақсы қасиеті бар екен. Осы қасиет маған ұнайды. Олар отбасында айқайласпайды да. Сонда а ты посмотри на эти все вещи через глаза своего сына деп айтады да. Бір жалған ақпарлар тарайды ғой. Пайғамбардың зәрін ішіп қойыпты деп қатты жақсы көремін деп. Сол туралы кейін сөйлесейікші. Пайғамбардың хадисі бар ғой. Христиандар Исаны мақтап дәріптегендей шектен шығып мен дәріптеп кетіп жүрмеңдер. Мен Аллахтың құлымын және елшісімін деп кеткен.